Қазақ қызы Үндістанда өткен сұлулық байқауында жеңімпаз атанды. Miss Asia Global Қазақстан 2018 өңірлік байқауының жеңімпазы Әсем Есенгелдиева халықаралық сұлулық байқауында Miss Asia Global атағына ие болды. Бұл жайлы Велада модельдігі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлаған болатын. Байқау 2 және 10 қараша аралығында Үндістанның Кочин қаласында өтті. Бұл отандасымыздың халықаралық байқаулардағы алғашқы жеңісі. Сонымен қатар жерлесіміз ең әдемі шаш номинациясында да жеңіске жеткен. Биылғы жылы аталған байқауға әлемнің 25 мемлекетінен келген арулар қатысты. Miss Asia халықаралық деңгейдегі байқаулардың бірі болып табылады. Ол 1968 жылдан бері өткізіліп келеді. Аталған байқау Азия мен Еуропа мәдениеттерінің арасындағы өзіндік көпір тәрізді. Әсем халықаралық байқаудың жеңімпазы атағына ғана ие болмай, ақша сертификатын да алды. Ол өзіне берілген ақшаның бір бөлігін шұғыл отаны қажет ететін жергілікті балаларға беруді жөн көрді. Әсем Алматыда тұрып білім алады. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 3 курсында оқиды. Модельдік бизнесте тәжірибесі мол. Түрлі жылдары аудандық және облыстық бәрінен де сен сұлу байқауларына қатысқан. ТМД аруы халықаралық сұлулық байқауында ТМД-ның бірінші вице-аруы 2018 атағын иеленген. Әселдің өзі Victoria's Secret құрамына кіргісі келетінін және де сол үшін көп еңбектеніп жүргенін айтады. Қазақтың қыздары ең әдемі екендігіне тағы бір дәлел. Егер менімен келіссеңіз, онда міндетті түрде лайк басып кетіңіз.